Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы табиғи аумақтық кешендер, табиғаттың өзара байланысқан әлемі. Яғни бүгінгі сабақта біз аумақтық кешендердің күрделілігін, олардың маңызын және қорғау қажеттілігін көрсететін боламыз. Табиғаттың әрбір компонентінің бір-бірімен тығыз байланысы мен үйлесімділігін талдаймыз. Табиғи аумақтық кешен деген не? Өзара әрекеттесетін табиғат компоненттерінің жиынтығын айтамыз. Яғни табиғи аумақтық кешен бұл жер бетіндегі компоненттердің тау, жыныстары, су, ауа, өсімдіктер, жануарлар әлемі, топырақ бірлігімен өзара әрекеттесу арқылы қалыптасқан біртұтас жүйені айтамыз. Әрбір компоненттің өзгерісі кешеннің бүтіндігіне әсер етеді. Сонымен қатар бір компоненттегі кез келген өзгеріс тізбекте реакция туындырып бүкіл жүйеге ықпал етеді. Мысалы, орманның кесілуі топырақ эрозиясына, су режимінің өзгеруіне және климатқа әсер етеді. Сонымен қатар географиялық қабық ең ірі табиғи аумақтық кешен болып саналады. Жер шарының ең үлкен географиялық табиғи аумақтық кешен географиялық қабық. Ол барлық басқа кішігірім кешендерді қамтиды және өзара әрекеттерін реттейді. Сонымен қатар географиялық қабықтың ерекшеліктеріне келетін болсақ, бұл жерде материктер мен мұхиттарды қамтиды. Сонымен қатар биосфера, литосфера, атмосфераның күрделі байланысын, тірі организмдер, қабаты, биосфера, жер қабығы, литосфера, ауа қабат, жаңағы өзінің күрделі, мысалы, тірі организмдер биосфера болса, жер қабығы литосфера болады, ауа қабаты атмосфера, біртұтас болып өзара әрекеттеседі, бір-біріне әсер етеді. Мысалы, бізде биосфера болмайтын болса, ол тірі организмдердің қамтылуы қиын болады. Сол сияқты әрбір қабаттың бір-бірімен байланысын айтамыз. Заттың үш күйінде кездеседі: қатты, сұйық, газ. Бұл қабық ішіндегі табиғи процестер мен энергия айналымын қамтамасыз ететін судың, минералдың және ауаның әртүрлі күйлерін білдіреді. Табиғи аумақтық кешендердің жіктелуіне келетін болсақ, ғаламдық деңгей, ірі деңгей, аймақтық деңгей, жергілікті деңгей болып бөлінеді. Ғаламдық деңгей жер шарының ірі бөліктері, мысалы, материк, мұхиттар, ал белгілі бір аймақ климаттық дегеніміз, мысалы, аймақтар, мысалы, табиғи зоналар, шөлдер, ормандар жатқызып. Аймақтық деңгейге, мысалы, бірнеше ондаған немесе жүздеген километрді қамтитын орташа көлемдегі кешендерді айтамыз. Мысалы, көлдер, өзендер, орта ағыс, ірі орман алқаптарын жатқызамыз. Жергілікті деңгей шағын аумақтарды қамтитын кешендер, мысалы, өзен аңғарларын, шағын көлдер, далалық экожүйелерді жатқызуға болады. Қазақстанның табиғи аумақтық кешендеріне Қазақстанның әртүрлі табиғи ландшафтары оның географиялық ерекшеліктерінде көрсетілген. Мұнда шөлдер мен шөлейттерден бастап биік таулар мен орманды аймақтарға дейін кездеседі. Мысалы, шөлдер, биік таулар, орманды жерлер және шөлді жерлерді айтатын боламыз суретте. Сонымен қатар табиғи кешендердің экологиялық маңызына келетін болсақ, табиғи кешендер тірі организмдердің өмір сүруі үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етіп келеді. Жердің жалпы экологиялық тепе-теңдігін сақтау шешуші рөл атқарады. Тіршілік ортасын қалыптастыруда климаттық және гидрологиялық процестердің әсері етеді және биологиялық әртүрлілікті сақтау қажет. Ендеше біз табиғи кешендердің қорытындылай келе, бізде Қазақстанда табиғи аумақтық кешендерді, мысалы, Алтай таулар мен Ертіс өзендерінің жүйесі, Қаратаудың шөлейтті аймақтары, Каспий теңізінің экожүйелері. Мысалы, Шығыс Қазақстанда биік таулар мен өзен жүйесі бай орманды алқаптар мен таулы ландшафтарды құрайды. Ал Қаратаудың шөлейтті аймақтары, оңтүстік Қазақстандағы Қаратау жотасы ерекше өсімдіктер мен жануарлар әлемі бар табиғи шөлейтті кешендерді айтамыз. Каспий теңізінің экожүйесі әлемдегі ең ірі тұйық су айдыны. Каспий теңізі өзінің бірегей биоәртүрлілігімен және табиғи кешендермен ерекшеленеді. Қорытындылай келе, табиғи аумақтық кешендер болашақ ұрпаққа аманат болып қалады. Біздің планетамыздың табиғи байлығын сақтау әрқайсымыздың ортақ міндетіміз. Яғни бүгінгі сабақта табиғи аумақтық кешендер туралы толыққанды талдайтын боламыз.